Сіздің ойыңызша, сізде суық қару болмаса, Ғайыпбаевқа кім пышақ салды деп ойлайсыз? Абзал. Абзалдан басқа. Басқа білмеймін одан. Ол жерде видео көрініп тұр ғой, ол жерде екі адам ақылдасып тұрмайды ғой, сен сал пышақты, әкел мен салайын бір іздеп. Ол миға кірмейтін зат қой. Шерзат Полаттың өліміне қатысты сот процесі жалғасуда. Шытырманға толы жауаптар, сан алуан дәйектерді халық тікелей эфирде көріп біліп отыр. 9 сотталушы болса, соңғы отырыста олардың басым бөлігінен жауап алынды. Айыпталушылардың оқиға орнындағы әрекеттері көп қабатты үйлердің бірінен түсірілген бейнежазбадан анық көрінеді. Сонымен Ғайыпбаевты пышақтаған кім? Айыпталушылар қойылған сұрақтарға миға кірмейді деп жауап қатып, өздерін ақтап әлек. Қалған топтағы адамдар нақты қайғы жерлерінен соққы жасап жатты? Нұрқияс желке тұсынан ұрып атқанын білем, мылтықпен екі рет. Сосын Нұрқиясты итер жерін, Абзалды білмен байқамадым, қай жерін ұрып атқанын. Ұрып атқанын білем бар. Қылмыс болған дүкен маңындағы бейнебақылау камерасына көшедегі текетірес түсіп қалған. Топтасқан қылмыстық топ Талғардан Қонаевқа қалай жетті және зардап шеккендерді пышақтаған қайсысы? Талғардан Қонаевқа сіздерді этаппен алып кетіп бара жатқан. Жалпы кім-кімді этаппен алып кетіп бара жатты Қонаевқа? Бір газельмен. Азамат, Абзал, Шыңғыс қойдым есімде. Сол газельдің ішінде не әңгіме болды? Ол газелдің ішінде сөйлестік бір-бірімізбен. Мен өзімнің айттым, кім не істеді, кімде пышақ болды, мойындасаңдаршы деп. И сол кезде Абзал айтты, менде пышақ болды, мен мойныма аламын, мен пышақтап жүрген шығар мүмкін деп. Мүмкін деді ма, пышақтап жібердім деп айтты ма? Мүмкін пышақтап жүрген шығар, менде пышақ болды ғой, мен пышағым кіріп кеткен шығар деп сондай әңгімелер болды. Қамажай дүкенінің алдыңғы бейне түсіріліміне сәйкес 01 сағат 01 минутта сіз жерден бөтелке алдыңыз. Оны өзіңіз қазір құптап тұрсыз. Сол бөтелкені не үшін алдыңыз? Оны ана қараңғы жерде мылтық атып атқаннан кейін өзім қорғану мақсатында алдым. Ол жерде кімнің қолында не бар екенін білмеймін ғой. Қолдандыңыз ба оны біреуге қатысты? Жоқ, мен қорыққаннан Ғайыпбаев Нұрғанатқа лақтырып жібердім, ол тимеді. Ол қатты да лақтырмадым, былай лақтырып жібердім, тимеді. Қорғану мен шабуылдың айырмашылығы қандай? Неліктен сотталушылардың жауабы сиыр құйымшақтан кетті? Айыпталушы Сакеев адамның жанды жері туралы көп нәрсе білетіндей жауап қатты, және ол қаруды сілтеп тұрып лақтырғанда нені көздеді? Сіздің біліміңіз жоғары ма? Жоқ, орта. Ортада. Сіз бағана Нұрқиястың адвокатына адамның өмірлік маңызы бар органы жайлы білікті маман ретінде түсініктеме бердіңіз, иә? Ендеше айтыңызшы, қорғану мен шабуылды ажырата аласыз ба? Жоқ, мен ол кісіге нақты айта алмаймын, бірақ примерно деп айттым. Жоқ, ажырата аламын деп. Қай жерде адам жүрегі қай жерде. Сіздің логикаңыз мықты екенін көрсетіп отырмын да, қорғану мен шабуылды ажырата аласыз ба? Құрметті сот, алып тастау сұраймыз нақты. Жоқ, өзі жауап бермеймін десе жауап. Ажырата аласыз, иә? Онда айтыңызшы, сіз жүгіріп бара жатып, біреуге бағытталып, бутылка бара жатқаныңызды қорғану деп қабылдайсыз ба? Жоқ, ол мен ол жерде қараңғы жерге кірген кімнің қолында не бар екенін білмеймін ғой, мен мылтық атып жатыр. Сізге бағана прокурордың сұрағына сіз солай жауап бердіңіз. Бутылканы не мақсатта көтердіңіз дегенде қорғану мақсатында дедіңіз. Өзіме керек болып қалады деп. Яғни сіз қорғану мақсатында бутылканы алып Нұрғанатқа жақындаған жоқсыз ғой? Қорғану мақсатында өзім ойым сондай болды. Сіз қалай түсінесіз білмеймін. Жақсы. Нұрғанат Ғайыпбаевпен бұрыннан таныстығы бар. Айыпталушы Равил Сакеев неге оны тепкінің астына алды? Жаңа бір жауабыңызды айттыңыз. Ғайыпбаевпен бұрын бас араздық бізде болмады дедіңіз. Бұрын болмады дедіңіз. Таныйым деп айттыңыз, иә? Ғайыпбаевты танысаңыз, онда қалғандары жатқан кезде не үшін қосылып тепкіледіңіз, бас араздығыңыз болмаса? Соны ойладым мен, ол мен оны танимын, ол мен танимын, ол не үшін маған бізге қарап мылтық атып жатыр. Мен оған түсіндіріп айттым, ол Дархан танымаймыз деп. Сол мылтық атқаны, мен оны қой деп айтпадым, екінші рет аттым, мылтығына жабыстым, құлап қалдым, содан кейін ызаланып барып тептім. Барып тепкіледіңіз. Жаңа қорғаушы тарабыңыз сізге сұрақ қойған кезде нешінші болып бардыңыз дегенде сіз айттыңыз 5-ші болып бардым деп тұрсыз. Яғни топтағы адамдардан кейін барып тұрсыз артынан. Сол сәтте топтағы адамдар кеткен кезде бармай қоюға мүмкіншілік болды ма сізде? Мүмкіншілігім болды, бірақ ызаланып тұрдым Ғайыпбаев Нұрғанатқа.
Нұрғанат мылтық атты соған ашуландыңыздар, содан кейін қай жерге бардыңыздар, көрсете аласыз ба бала құлап жатқан жерді? Жоқ. На схема бойынша. Былай Шота Руставели көшесіне қарай кірдік. Кірдіңіздер, 20 метр болды. Нақты айта 20 метр дейсіз ба? 20-30 метр. Төбелеріңізде шам Схемада жарығы. көрсете аласыз ба? Магазиннің артынан 20-30 метр жер примерно. Яғни жарық шам жанып тұрған жер ғой, иә? Жарық шамы жанғанда ол жерде ағаштың көлеңкесінен көрінбейді дұрыс жарық шамы. Құрметті сотталушы, біз бейне жазбамызды жаттап алдық. Төбеде жарық жанып тұр. Айтыңызшы, магазиннен кейінгі жарықтың астында болды ма? Магазиннен кейін бірақ жарық шам тұр. Байқаман білмеймін. Әлде магазиннің алдында тұрған жарық шам астында болды ма? Жарық шам астында тұрғаны белгілі бізге, бәрімізге көрілді. Екі жарық шам жанып тұрған жерде. Айта аласыз ба қай жарық шам? Жоқ, айта алмаймын. Ол көшеге мен бір-ақ рет сол кезде кірдім, шықтым. Ол өмір кірмеген көшемді қалай айтамын? Ол жерде қанша жарық шам бар екенін. Байқамадым, білмедім деп сұрақтарға жауап беруден сұлу көп күдікті одан әрі өршіткендей. Баласы үшін жан ұшырып жүгіріп араша болуға тырысқан ананың жан айқайын елемеген қанды қолдар оның кім екенін білмей қалдық деумен ақталып бақты. Сол жерде біреу айқайлады дедіңіз. Нақты білесіз ба кім екен? Бір әйел адам деп айттыңыз. Оны содан кейін тергеу барысында білдім анасы екенін. Жоқ, тергеу барысында емес, нақты сол оқиға болып жатқан кезде. Жоқ, ол кезде нақты білмедім қандай. Оны мен домнан шыққан тәте деп ойлап қалдым. Алдыңғы сот отырысында куә жақсы келді, Мерседес көліктің ішінде мылтық болды деді. Иә, мылтықты көрдім. Алдында абзал ұстап отырды, пышақпен мылтықты деді. Соны көрдіңіз ба сіз? Пышақты көрмедім, бірақ мылтықты көрдім. Азаматпен абзал алдында отырды, ұстап отырды. Сол жақтан шыға салған кезде андай әңгімелері болады, деп мыналар мылтық атып жынды екен ғой деп айтып жатыр едім. Мылтықты біз алып алдық деді. Сосын мен айттым, оны не істейсің, ұстамаңдар, құрсын, қандай мылтық екенін қайдан білесіздер оны? Қай жаққа жібергенін білесіз ба? Жоқ, оны білмедім одан кейін. Жақсы, Аскентай, сотталушы Аскентай өзінің жауабында айтты, мен тек арашалап жүрдім деді. Сіз неге арашаламадыңыз? Мен төбелесетін онда ешқандай ойым болған жоқ. Нұрғанат мылтық атқаннан кейін Нұрғанатты 2-3 мәрте тептім, сол жерде арашаладым. Қай жерде тептіңіз? Сол анау видеода бар ғой, сол жерде тептім. Көп қабатты үйден түсірілген ма? Иә, сол жерде. Мен артынан келдім де тептім. Жақсы, суық қару болмаса, сіздерде Гайпаевпен, сізде Бишімбиевамен де, Нұрымовпен де сізде беттестіру болған, иә? Ол бізде құрмет сот. Үшеуінде айтсам, 20-шы бумада 161-ші парақ, Нұрымовпен 21-ші том, екінші және Бишімбиевамен 20-шы бумамен 169-ші парақта. Ол жерде ол кісілер нақты айтқан, сіздің қолыңызда пышақ болған деп. Жоқ, Гайпаевпен беттестіруін мен оқыдым, ол бүйтіп айтқан. Сакеев маған бірінші келіп, пышақ сұқты деп, мен отырған кезде деп. Ол жерде видеодан көрсеңіз, сол нақты сөздерін жариялап иә, ол жерде видеодан көрсеңіз, мен ең 5-ші жылма 6-ші болып барған бұл жерге. Осы кезде тергеуші жәбірленуші Гайпаевқа сұрағы 2024 жылдың қазан айының 3-нен 4-не қараған түні болған оқиға туралы айтып беруді ұсынды. Ол келесідей көрсетті. 2024 жылдың қазан айының 3-нен 4-не қараған түнгі оқиғаның мән-жайы туралы баяндап, дүкеннің алдына Мерседес Кабан автокөлігімен осы Сакеевта келгенін, амандасып және шетке шығып Гайпаевпен сөйлескен, сол уақытта Нұрқияс сол жердегі Ахмет деген баланы ұстаған, Ахметті сол сәтте абзал ұрған. Гайпаев оларға жүгіріп барып Ахметті көтерген. Сол кезде оған жабыла бастаған. Ең соңғы сөйлем бізге керек құрмет сот осы жерде. Осы кезде барлығы оларды ұрып, соғу үшін келген жақта осы кезде Сакеев бірінші келіп Гайпаевтың оң жақ жамбас тұсынан 2 мәрте пышақпен дене жарақатын келтірген. Және Шерзаттың басынан аяқпен тепкенін көрсеткен. Осы туралы не айтасыз? Оған келіспеймін, ол Гайпаев білмеймін, не үшін өйтіп айтқанын. Өткенде жаңағы видеода сізді Нұрбекова Эльмира әкетпекші болады. Төбелес басталған кезде, дұрыс қой? Иә. Сол сәтте неге бірге кетіп қалмадың сол кезде? Жоқ, ол сәтте мен ол айттым, жер төбелесіп жатыр, барып алып кетейін балаларын. Өйткені Нұрғанат маған айтты, о, Дарханды ұрып жер недоразумение болып жатыр деп. Мен балаларымды алып кетейін, бер түсініспеушілік болып жатыр деп. Айтып аттым да, мылтық атылғаннан кейін жүгірдім. Нұрбекова сол кезде сізге не айтып жатты?
төбелеспеші болды, қойшы деді. Төбелеспеңдерші болды, қойыңдаршы деп ажыратып атты. Жақсы, онда неге үш жәбірленуші де бір ауыздан нақты сізге көрсетіп тұр? Жоқ, прокурор ханым алдында Нұрымов Қаржаубай аға осы жаққа келген кезде мені сұрап еді, жоқ көрмедім деп айтты. Осы сот басталған кезде. Тыныш. Нақты мен Тұрыңызшы. пышақ болды қолда. Тұрыңызшы, тұра тұрыңыз. Бірақ сөйтіп айтты, пышақ болды. Сакиев, Тоқтай тұрыңыз. естіп тұрсыз ба мені? Неге орныңыздан сөйлеп отырсыз, рұқсатсыз? Енді шыдамай кеттім, кешірім. Шыдамасаңыз, жауапкершілікке тартылады. Объективно қарайтын сот. Иә, прокурор мырза да оқысын. Мен сізге айттым, оқыды дедім. Иә, сұрағаннан кейін оқысын. Мен сізге ескерту жасаймын. Қайталанатын болса, жауапкершілікке тартыласыз. Түсінікті ме? Хорошо. Отырыңыз. Сол Нұрымов Қаржаубай аға сол кезде айтты, мен көрмедім деді. Нақты ойланып тұрды, жоқ мен көрмедім деді. Нұрғанат оның алдында мені 2017 жылдан бері танитынын айтты. Бірақ оның алдында беттестіру 26 қазан болса, бұл іс 03-нен 04 қараған түні болды. Ол 20 күн бойы, 22 күн бойы айтпай келді де, сол беттестіруде ғана мен оған мылтық жайлы айтып қалып едім, осы мен пышақтаған деді. И кімге? Анасына да марқұм болған Шерзаттың көрсетіп кетті, бүйтіп коридорда тұр ғой ол кісілер. Осын айт деп. Ол кісі де тұрды да, иә мен көрдім пышақтаған. Нұрғанат жатқан кезде пышақтады деп айтып кетті соны. Сонда сіз нақты кімге ғана соққы жасадыңыз? Иә, нақты мен Нұрғанатты барып 2 рет, 3 рет тептім де, сол жерден мен білем, ең бірінші болып кеткем. Артынан Дарханды көрдім келе жатқан. Дарханды байқадым. Нақты білем өзім істеген. Қалған достарыңыз не істеп жатты сол кезде? Ол жерін білмеймін, мен кетіп қалдым сол жерден. Иә. Содан мен машинаға отырғанда қалған балалар жүгіріп артынан келіп отырды. Жақсы. Екі жәбірленуші жерде жатқанда сіз 5-ші болып бардым дедіңіз. Алдыңызда бірінші жеткен балалар не істеп жатты сонда? Мен барғанда олар Нұрғанатты ұрып жатты. Жауап бердім ғой. Полат Шерзатты кім соғып жатты? Полат Шерзатты оны байқамадым. Видеодан содан кейін көрдім Шыңғыс соғып жатқанын. Сонда сіз қазіргі таңда тек төбелеске ғана қатысқаныңызды мойындап тұрсыз ба? Мен өзім істеген іс-әрекетім барлығын толықтай мойындап тұрмын. Сакиев айтыңызшы, Қамажай дүкені алдындағы видеода төбелес басталған кезде сіз бірден сол жерге бардыңыз. Дұрыс қой? Иә. Сол кезде нақты қандай жағдайлар болды? Нақты анау сол тұрған балалар сол қараңғы жақта тұрды. Кім болды? Мен олар түрлерін танымаймын, сол жерде болған балалар сол видеода тұрған. Олар ар жақта, біздің балалар бер жақта. Мен жүгіріп бардым сол жерге. Түсінбедім, не болған, кімді ұрған. Сол сәтте кімді ұрып жатты сонда? Ол жерде ешкім ұрған жоқ. Ана балалармен ерегесіп тұрды. Ол балалар ар жақта, біздің балалар бер жақта тұрды. Содан мен арт жағынан, артқа қарағанда Шыңғыс есік тепті. И сол жаққа қарай келген кезде ол жерде де түсінбедім, кімді ұрып жатыр. Сол жерде Шерзаттың достары болды ма? Олар сол қараңғы жерде тұрды. Мен Нұрғанатпен сөйлесуге кеттім, олар сол арғы қараңғы жақта тұрды. Олардың әрекеттері қандай болды? Не істеп тұрды? Оны байқамадым әрекеттерін. Сол жерде қашып кетті ме, тұрды ма немесе? Олар содан кейін мылтықты Нұрғанат екінші рет атқан кезде бәрі қашты сол кезде. Шерзат не істеп тұрды сол кезде? Мен Шерзатты вообще көрмедім де. Ол жатқан кезде ғана үстіндегі қызыл спортивкасын байқадым, анау талып жатқан кезде. Одан кейін мен оның алдында Шерзатты көрмедім. Сіз Нұрғанатты бұрыннан танитыныңызды айттыңыз, иә? Иә. Алдыңғы сот отырысының кезінде Нұрғанатты Қаржаубай Нұрғанаттың кезінде бір Хутырскиймен төбелескенін айтып көрсетті. Екеуіңіздің араңызда ешқандай араздық болмаса, неге Нұрғанатты бір топ адам теуіп ұрып жатқан кезде тек сізді ғана көрсетті пышақ сұқты деп? Онысын білмедім, мен оған сол беттестіру кезде мылтық жайлы айтып едім, ол тұрды, сен тыққансың пышақ деп жүріп кетті. Ол неге сразу мені көрсетпеді? Ол мені таниды бұрыннан. Ол бірінші Азаматты айтты, екінші Нұрқиясты айтты, одан кейін барып мен айтқан. Ол беттестіру кезінде мен айтып кеткен. Сонда қандай мақсатпен сіз ажыраттыңыз Шынасылды Гайпаевтан? Мылтықпен ұрып жатқаннан кейін, енді мылтық бірдеме болып қалмас деп ажыраттым да.
ашуланып теуіп жібердім 2 рет. сонда қатты затпен ұрмасын, ол өміріне енді қауіп төніп кете ма деген оймен ажыраттым да теуіп жібердім. жақсы, отыра беріңіз. Сәкеев өз айтқандай судан таза болса араша түсуге емес көппен бірге ұрып соғуға ұмтылуына не себеп? Шерзат Полатты ұрған кім? Нұрғанатпен арада қандай дүрдіраздық болды? Айдың күн аманында емін-еркін тайраңдаған басбұзарлардың бір отбасыны қан қақсатып қара жамылдырғаны халықты бейжай қалдырмады. Басты талап кінәлілердің әділ түрде жазасын алуы. Айта кетейік, Талдықорғанда өтіп жатқан атышулы сот отырысында Шерзат Полаттың өліміне қатысты медициналық сараптама қорытындысы жария етілді.